Сәлеметсіздер ме, құрметті 7 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен алгебра пәнінен 1-90 алғашқы жиынтық бағалаудың тапсырмаларына шолу жасаймыз. Тапсырма саны жалпы 4. Әр есептің шығарылу жолы толық түсіндіріледі. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал бастайық. Бірінші есеп. Шарты өрнектің мәнін табыңыз. Бұл жерде біз дәреженің қасиеттерін қолдануымыз керек екен. Ең бірінші кезекте біз 3-тің 7 дәрежесі бөлінген 3-тің 5 дәрежесі өзгеріссіз тұрсын. Дәрежені дәрежеге шығарып алайық. Ол дегеніміз негізі 3 жазылады, ал 3 дәрежесі мен квадратын өзара көбейтеміз. Бұны сіздер жатқа білесіздер. Ары қарай оны есептеп алайық. 3-тің 7 дәрежесі бөлінген 3-тің 5 дәрежесі өзгеріссіз тұр. 3-тің 3 дәрежесін көбейтсек 2-ге болады 3-тің 6 дәрежесі. Ары қарай. Бұл жерде енді біз 3-тің 7 дәрежесінен азайтамыз 5 дәрежесін, өйткені бөлу орындалып тұр. Одан кейін қосамыз 6 дәрежесін, себебі көбейтіліп тұр. Сонымен есептейтін болсақ, бұл жерде 7-ден 5-ті азайтамыз 2, оған 6-ны қосамыз 8. Жауап 3-тің 8 дәрежесі. Келесі екінші есеп. Шартты алгебралық өрнекті ықшамдаңыз дейді. Бұл жерде ең бірінші кезекте біз теріс тұрған дәрежелермен жұмыс жасайық. -2 деген дәрежесінің минусын жою үшін мен бірінші тұрған бөлшектің алым бөлімін өзара ауыстырып жіберемін. Бұндай есептерді де біз бірге шығарғанбыз, естеріңізде болса. Сонымен бөліміне n-ның -4 дәрежесі келеді. Дәрежесі енді 10 дәрежеге айналады. Ары қарай көшіріп қояйық әзірге. Енді осы жақшаның сыртындағы 2 дәрежені, яғни квадратын, толықтай жақша ішіне енгізейік. Олай болса, 4-тің де квадраты болады. m-ның -5 дәрежесінің де квадраты болады. Және n-ның -4 дәрежесінің де квадраты болады. Бұл жерде дәрежені дәреже шығару бірден қасына көбейтіп жаздым. Ары қарай көбейтіп өзгеріссіз жазып қояйық. Есептейтін болсақ, 4-тің квадраты 16-ға тең. m -5 пен 2 көбейтілетін болса -10. Ал n -4 пен 2-ні көбейтетін болсақ -8. Әзірге екінші өрнекті тағы да көшіріп жаздық. Енді бұл жерде біз ықшамдауды жалғастырамыз. Сандарды жинақтайтын болсақ, 16-ның қасына 6 көбейтіледі. Одан кейін m -10 дәрежесінің қасына көбейтіп жазайын m-ның квадратын. n -8 дәрежесі бөлімде тұр. Оны мен алымға шығарып жазатын болсам, теріс дәрежесі жойылады. 8 дәрежесі болды. Енді оның қасына мен алып келіп жазамын n-ның 6 дәрежесін. Ары қарай 16 мен 6-ның көбейтіндісі нешеге тең? 96-ға әрине. Келесі, негіздері бірдей m болып тұрған дәрежелерін қосамыз. Бұл жерде өйткені көбейту орындалып тұр. Келесі, негіздері бірдей болып тұрған дәрежелердің де көбейтіліп тұлғандықтан оларды бір-біріне қосамыз. Ал дәрежелерін қосып жазып алдық. Ары қарай есептеп алайық. Коэффициенті дайын 96. m -10 плюс 2 есептейтін болсақ -8. n 8-ге 6-ны қосатын болсақ 14-ге тең. Ары қарай тең деп жаздым, себебі мен 96-ның қасында n-ның 14 дәрежесін қалдырып, минус деген таңбасы бар болғандықтан m-ді дәрежесін төменге минусын жойып жіберіп 8 дәрежесі деп жазып, ықшамдап жаздым. Сонымен бұл есебімізде толықтай аяқталды. Шартын мұқият оқып алайық. Жерден күнге дейінгі қашықтық берілген, осындай үлкен сан екен.
А тапсырмасында қараңыздар. Жерден күнге дейінгі қашықтықты, яғни осы санды түгелдей метрмен стандарт түрде жазыңыз. Өзі метрде беріліп тұр, байқаған болсаңыздар. Демек, біз осы санды стандарт түрде жазамыз екен. Стандарт түрде біз үтірден алдын тек қана бір ғана цифр жазатын едік. Міне, 1 деп жаздық. Одан кейін, яғни 1-ден кейін үтір қойдық. Үтірден кейін 0-ден өзге цифрларды толықтай жазып аламыз. Көбейту 10-ның дәрежесі. Енді үтірді 1-ден кейін қоятын болсақ, ары қарай қанша цифр бар? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Демек, ары қарай үтірден кейін 11 цифр тұрған болса, 11 дәрежесі болады. Біз бірінші тапсырмасын орындадық. Келесі Б тапсырмасы. Метрмен стандарт түрде жазылған қашықтықтың мәнді бөлігі мен ретін жазып көрсетіңіз. Бұл А тапсырмасы еді, енді Б тапсырмасында мәнді бөлігі қараңыз. Қысқартып жазып қояйын. 1,495-ге тең, ал реті 11-ге тең, яғни дәреже көрсеткіші. Б тапсырмасында толықтай орындадық. Келесі С тапсырмасы. Метрмен стандарт түрде жазылған қашықтықты километрге айналдырып жазыңыз дейді. Олай болса, С тапсырмасында бірінші кезекте біз есімізге түсірейік. 1 километр дегеніміз қанша метрге тең еді? 1000 метрге, демек 10 дәрежесі 3 метр. Ал енді біз керісінше метр түрінде беріліп тұр, километрге айналдыратын болсақ, 1,495 көбейтілген 10 дәрежесі 11 метрді тең деп жазамыз. Мына жерде де метр өлшем бірлігі. 11 дәрежесінен 3-ті азайтып жібереміз. Олай болса, 1,1495 көбейту 10 дәрежесі 8 километр болады екен. С тапсырмасында орындап аяқтадық. Келесі Д тапсырмасы. Күн сәулесінің жерге қанша секундта жететіндігін табыңыз. Егер жарықтың жылдамдығы 3 көбейту 10 дәрежесі 8-ге тең болса. Бұл жерде сізде бірден еске түсіретін формула S тең V көбейту T. Бізде беріліп тұр ара қашықтығы, яғни S бар, жылдамдық берілген V бар. Демек, табуымыз керек осы формуладан уақытты. Бізден сұрап тұр қанша секундта жететіндігін деп. Формуланы түрлендіретін болсақ, онда біз берілген ара қашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. Олай болса, уақытты есептеп бастайық. Қараңыздар, бізге берілген ара қашықтықты міндетті түрде метр күйіндегі өлшем бірлігін алыңыздар, өйткені жылдамдықтың өлшем бірлігі метрдің секундқа қатынасы болып тұр. Жуықтап алсаңыздар болады, есептеуге ыңғайлы болу үшін. Өйткені біз қазір оны бөлейін деп жатырмыз 3 санына. 1,5 10 дәрежесі 11 метр деп жуықтап алдық. Алып келіп бөлуді орындап бастайтын болсақ, 1,5 көбейту 10 дәрежесі 11 бөлеміз 3 көбейту 10 дәрежесі 8-ге тең болады. 1,5-ті 3-ге мәнді бөліктерін бөліп алатын болсақ, мәні 0,5-ге тең. Көбейту дәрежелері 11-ден 8-ді азайтамыз, өйткені бөлу орындалып тұр, болады 10 дәрежесі 3. Демек, бұл жерде өлшем бірлігі секунд. 10 дәрежесі 3-ті көбейтіп жүретін болсақ, 500 секундта жерге жетеді екен күн сәулесі. Д тапсырмасында орындап аяқтадық. Соңғы 4-ші тапсырма шарты стандарт түрде жазылған осы 2 санды А тапсырмасында қосындысын табыңыз, жауабын стандарт түрде жазып қойыңыз дейді. Б тапсырмасында айырымын табыңыз және жауабын стандарт түрде жазыңыз дейді. Енді бірінші кезекте сіздер назар аударуларыңыз керек, білесіздер, дәрежелеріне
Біреуінде 5 дәреже, ал біреуінде 4 дәреже болып тұр, 10 дәрежелері. Демек, біз дәрежелерін бірдей қылып алғаннан кейін ғана қосып азайтуды орындаймыз. Олай болса, біз 6/145 10 дәрежесі 5-ті өз күйінде жазайық. Қосу 4/5-ге тағы 1 дәреже қосып берейік. Онда үтір бір қадам алдына жылжиды. Одан да санымыз кішірейеді. 0/45 10 дәрежесі 5-ге тең болады. Енді қосуды орындай берсек болады. Бұл жерде біз бірден мәнді бөліктерін баған түрінде қосып алайық. Үтірдің астына үтір жазуды ұмытпаңыздар. Жауабы дайын. 6/9 10 дәрежесі 5-ге тең болады екен. Бұл А тапсырмасы еді. Б тапсырмасында енді осы екі санның айырымын есептейміз. Айырымының да жауабы дайын болды. Бірден 6 деп жазайық. Үтірден кейінгі нөлдердің мағынасы жоқ, білесіздер. Дәрежесі 5-ге тең. Б сұрағына да, А сұрағына да толықтай жауап бердік. Осымен 4 есепті де қарастырып біттік. Бірінші нұсқаның барлық есептер сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Барлығы түсінікті болған болса, видео ұнаған болса, достарыңызға жіберіп, дайындықтарыңызды шыңдап алыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.